Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы және арнайы білім беру жағдайын салыстырмалы зерттеу тұжырымдамалары. Жоспары. Қазақстан Республикасында арнайы білім беруді дамытудың тұжырымдамасы. Екінші, арнайы білім беруді дамытудың стратегиялық бағыттары. Үшінші, арнайы білім беру тұжырымдамаларын іске асыру тетіктері. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2003 жылғы қарашадағы номері 787 бұйрығымен бекітілген арнайы білім беру ұйымдарының үлгілері мен түрлерінің тізбесін арнайы білім алуға мұқтаж адамдарға арналған білім беру ұйымдарындағы қажетті орын санын бекіту туралы арнайы білім беру ұйымдарының үлгілері мен түрлерінің тізбесі арнайы білім алуға мұқтаж адамдарға арналған білім беру ұйымдарындағы қажетті орындар санымен анықталатындығын бекіткен болатын. Арнайы білім беру ұйымдарының үлгілері кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық педагогикалық түзету арқылы қолдау туралы Қазақстан Республикасы заңының 6 бабының 4 тармағын іске асыру мақсатында арнайы білім алуды қажет ететін адамдар үшін мынадай түзету ұйымдары белгіленген. Арнайы білім беру ұйымдары жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған кемтар балаларға арналған арнайы білім беру ұйымдары, мектепке дейінгі білім беру, тәрбиелеу, түзету ұйымдары, түзету білім беру ұйымдары, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта білім беруді түзету ұйымдары. Орынның саны арнайы білім алуды қажет ететін адамдардың психикалық дамуының кемістігі мен жастарына сәйкес мектепке дейінгі түзету ұйымдарының түрлері, яғни 3 жас пен 3 жастан жоғары балалар үшін. Балалар яслинде, ерекше білім алу қажеттілігі бар балаларға арналған балабақшаларда, жалпы дамыту мен түзету функцияларын біріктірілген балабақшаларда, дені сау балалар мен кемтар балалар және дамуы дұрыс балаларда біріктіріп тәрбиелеу мен оқытуға арналған жалпы дамытатын жалпы типтес балабақшаларда білім алуға құқылы. Өте ауыр тіл кемістігі бар балалар үшін 3 жас пен 6 жасқа дейінгі балаларға арналған топтағы балалар санына тоқталып өтсек. 3 жастан жоғарылар 10 баладан, яғни психикалық дамуы баяулаған балалар үшін. 3 жастан жоғары 12 баладан интеллектісі бұзылған, яғни зияты зақымдалған балалар үшін. 3 жастан жоғары 15 бала тірек қимыл аппараты бұзылған балалар үшін. 3 жастан жоғары 12 баладан, яғни көзі көрмейтін балалар үшін, яғни зағип жандар үшін. Жасына қарай 2 топқа бөлінетін болса, 10 баладан нашар көретін балалар үшін және қыли көзді балалар үшін. 3 жастан жоғары 12 баладан естімейтін, яғни саңырау балалар үшін. Жасына қарай 2 топта 8 баладан, яғни нашар еститін балалар үшін. Және 3 жастан жоғары 10 баладан кем емес, күрделі кемістіктері мен жастарына қарай 2 топта 8 баладан аспауы тиіс. Кемтар балаларға арналған сынып, яғни топ сыйымдылығымен арнайы түзету білім беру ұйымдарының түрлері. Бірінші, көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы түзету ұйымдары, яғни зағип жандар үшін 8 адамнан, нашар көретін мен зағип болған балаларға 12 баладан аспауы тиіс. Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы түзету ұйымдары. Естімейтін балалар үшін әр топта 8 баладан, 2 бөлімнен тұратын нашар еститіндер мен кейін саңырау болған балалар үшін бір бөлімшеде 10 баладан, екінші бөлімшеде 8 баладан аспауы тиіс.
және екі бөлімнен тұратын өте ауыр тіл кемістігі бар балаларға арналған арнайы ұйымдарда бірінші бөлімшеде 12 баладан, екінші бөлімшеде 10 баладан аспауы қажет. Сонымен бірге тірек қимыл аппараты бұзылған арнайы түзету ұйымындағы балалар 10 баладан кем емес. Психикалық дамуы тежелген балаларға арнайы түзету ұйымы 12 баладан кем емес. Ақыл есі кем, яғни балаларға арналған түзету ұйымында 12 баладан кем емес. Эмоциялық ерік жігері бұзылған балаларға арнайы ұйымдастырылған ұйымдарда 10 баладан кем емес. Кемістік құрылымы күрделі балаларға арналған түзету ұйымында 6 баладан аспауы тиіс. Жалпы білім беретін сыныптармен қатар әртүрлі санаттағы ерекше білім алу қажеттілігі бар балаларға арналған сыныптар үшін ашылған жалпы білім беретін мектептер мен ерекше білім алу қажеттілігі бар балаларға арналған арнайы түзету мектептерінің қызметін қоса атқаратын біріктірілген білім беру ұйымдары. Сонымен бірге арнайы сыныптардың сыйымдылығы әртүрлі санаттағы ерекше білім алуды қажет ететін балаларға арналған арнайы түзету білім беру ұйымдары сыныптарының толықтырылуына сәйкес белгіленеді. Дені сау балалар мен ерекше білім алуды қажет ететін балаларды біріктіріп оқытуға арналған инклюзивті білім беру ұйымдары, инклюзивті сыныптағы ерекше білім алу қажеттілігі бар балалар саны 3 адамнан артық болмайды. Бастауыш және кәсіптік және орта кәсіптік білім берудің арнайы топ сыйымдылығы 8 баладан аспайтын түзету ұйымдарының түрлеріне тоқталатын болсақ, ерекше білім алуды қажет ететін балаларға арналған кәсіптік бастауыш мектеп және кәсіптік мектеп болып 2 топқа бөлінеді. Арнайы білім беру ұйымдарының түрлеріне тоқталсақ, психологиялық, медициналық, педагогикалық консультациялар, оңалту орталықтары, яғни мұғалім дефектологтың, дене шынықтыру педагогының, жаңағы балаларға арналған топтардың толықтыруларымен санағанда. Сонымен бірге психологиялық педагогикалық түзету кабинеттері. Төртінші, әртүрлі ауызша және жазбаша тіл кемістігі бар 25 балаға арналған мектепке дейінгі немесе жалпы білім беретін мектептердің жанындағы логопедтік пункттер. Жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін арнайы білім беру ұйымдарының түрлері. Жалпы типтік балалар үйі мен кемтар балаларға арналған балалар үйінің функцияларын біріктірген бірлескен балалар үйі және кемтар балаларға арналған балалар үйі. Қорыта келе, Қазақстан Республикасында қазіргі қоғамда көз қарасын нығайтуға сәйкес ерекше білім алу қажеттілігі бар тұлғалардың құқығы мен мүмкіндіктеріне байланысты арнайы білім берудің мақсат міндеттері маңызды да өзекті мәселе ретінде қарастырылып отыр. Бұл біздің еліміздегі білім беру саласындағы жалпы ұлттық қызығушылықты және оған деген әлеуметтік талап етуді жаңа білім беру саясатының жаңалануы мен құрылуы қажет екендігін білдіреді. Қазақстан Республикасы арнайы білім беру ұйымдарының жетіспеушілігі, арнайы мектептердің тұрғылықты жерден алшақтығы, дамуында ауытқуы бар балалардың жалпы білім беретін мектептерге оқытуға мәжбүр етеді. Бірақ бұл жерде ата-аналардың білім беру ұйымының еркін таңдау құқығы мен бала отбасында болу құқығы туралы ерекше айту қажет. Соңғы кездерде Қазақстанда дамуында ақыл ойы, дене ауытқулары бар балалар жалпы білім беретін мекемелерде оқыту тәжірибесі қалыптасу жолында. Біріктіріп оқыту тәжірибесін іске асыру үшін инклюзивті білім мемлекеттің саясаты болу керек және жүйелі шараларды ұйымдастыруы қажет.
ол жанұяны жалпы мектептерді қолдануға, ерекше білім алу қажеттілігі бар балаларды интеграциялау деңгейін, олардың әлеуметтік бейімделу мен мүгедектіктің төмендеу деңгейін жоғарылату қажет. бұл жерде ерекше білім алу қажеттілігі бар балалардың және жасөспірімдердің білім беру және әлеуметтік